Бәріңізге сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода слива қосылған пирог дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы сары майға қантты салып миксерлейміз. Кішкене біріккеннен кейін жұмыртқаны бір-біреулеп саламыз. Миксердің төменгі жылдамдығында миксерлейміз. Осылай массамыз біркелкі болғаннан кейін үстіне ұнымызбен разрыхлительді саламыз. Барлығы біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Осы дайын болған қамырымызды асты майланған ыдысымызға салып 180-175 градуста пісіріп аламыз қызарғанша. Зубочистканың көмегімен тексереміз. Өте оңай және тез жасалынады, және дәмі де өзінің бір ерекшелігі бар. Осылай жайып болғаннан кейін жаңағы 10 штук сливамызды дәнегінен ажыратып аламыз. 10-11 штук ыдысыңызға байланысты. Содан кейін бетіне қойып шығамыз. Кішкене басын қарап қою керек, чтобы тесто көтеріліп, слива арасында қалғаны дұрыс. Каналымның дамуы үшін лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.